жігіттерімізге 7 майға, яғни мерекелеріне арнап сюрприз жасадық. Бұларға білдіртпедік. Яғни өзіміз свиданиеге шақырамыз деп бір-бірлеріне айтқызбай келіншектер болып ұйымдастырдық. Және бірдей футболка алдырдық. Міне бір-бірін кездестірген сәт Әмірбек осы кезде білмейді. Мен оны свиданиеге деп алып келдім. Осындай күлкілі өздерінің беттерінен торттардың үстіне, яғни суреттерін жабыстырдық. Прикольно болсын деп, қызықты болсын деп. Балаларға, жігіттерімізге өте қызықты болды деп ойлаймын. Және оларды әрине өлеңмен қарсы алдық. Беттерімізге маскасын киіп, және жігіттеріміздің суреттерін шығарып алып, өлеңмен қарсы алдық. Жақсы көңіл күйде болды. Бәрі ойдағыдай өтіп жатырды. Және көптеген ойындар ұйымдастырылды. Мына жерде арнайы балдарды бөлек отырғыздық. Бірдей футболкамен өздері отырсын бөлек деп әңгіме айтсын. Мына жерде қызықты ойындар болды, яғни артындағы жазылған сөзді, яғни мимика арқылы жеткізу керек болды. Және де сол отырған адам сол артында не жазылғанын табу керек болды. Ең қызықты болған бұл жерде қылыштың ойыны болды. Қылыш көпке дейін қаншама нені көрсетсе де көпке дейін таба алмай, бірақ соңында тапты. Негізі қызықты ойындар болды. Бұл жерге барлығы сыймағандықтан тек жартысын ғана салдым. Жігіттерімізге ұнады деген ойдамыз. Мына жерде Амир көрсетіп жатыр. Ершат тез тапты. Және әрине біз өзіміз билеп, көңілімізді көтердік. Балдар арғы жағында бильярд ойнады. Бұл құлагер кафесінде болды. Өте жақсы отырыс болды. Жігіттеріміз 89-дың келіншектерімен, қолдарында диплом бар, нәскиімен. Ол суретке түспей қалыпты. Мына жерде біздер маскамен